Ене, 5 бөлім. Кіші ұлымның сөзінен кейін ұйқым қаша бастады. Енді не істейміз? Үлкен ұлым өз қамын ойлап, қаражат жиып бізге салмақ салмады. Ал кіші ұлым оқу бітіріп жұмыс істеп жүрсе де, жинаған ақшасы жоқ екен. Біздің де жағдайымыз белгілі. Артық уыс ақша да жоқ. Үлкенімнің өз шығындары бар. 2 баласы, үйге алатын азық-түлік дегендей. Шалымның табысы да мардымсыз. Сөйтіп уайымдап, мазам қашып жүрді. Кенжем қаладан келген сайын сұрайды. Мама, қайттыңыз? Әкем мен ағама айттыңыз ба? Қашан үйлендіресіздер? Қызымның күн сайын іші өсіп келеді, дейді. Өзім жүйкем жұқарып жүргенде, сосын ұлыма айттым. Аяғы ауыр болса, келесі айда алып қашып әкеле сал. Ақыры асығыс екенсіңдер. Оған дейін аған мен әкене айтып дайындаламыз, дедім. Сөйтіп, үйдегілерге кенжемнің үйленетінін айттым. Олар мұны естіп таң қалды. Сонымен не керек? Келесі айда кенжем келін әкелді. Қайнапкелерім, осындағы туыстар болып түсіріп алдық. Келінім ұзақтан екен. Кіші жүздің қызы, ата-анасы басқа қалада тұрады. Өзі Алматыда жоғарғы оқу орнында 4-ші курсты тәмамдағалы жүрген студент. Мұнда әпкесінің үйінде тұрып жатыр. Содан сол әпкесіне хабаршы жібердік. Өзіміз қуғыншы күтуге дайындалып жатырмыз. Әлден уақытта хабаршылармен бірге қуғыншылар да келді. Әпкесі мен жездесі және бір туысқан тәтесі келді. Тәтесі үлкендеу кісі екен. Кіргеннен қабағы қатулы, ұрыса сөйленіп кірді. Қызымызды неге алып қашасыздар? 2 жас көңіл қосып жүрген болса, алдымыздан келіп өтпейсіздер ме? Ата-анасы, осында туыстары бар. Бұл не сұмдық? Деп ішке кіріп, шымылдықта ақ жаулық салып отырған келінге ұрса бастады. Сол кезде қайнапкем тәтесін сабырға шақырып жатса да қояр емес. Сосын мен бардым да, ол кісіні басқа бөлмеге сөйлесуге көндіріп алып кеттім. Екеуміз оңаша қалдық. Сол кезде бар жағдайымды айттым. Мен баламды қазір үйлендірейін деп отырған жоқ едім. Бұған жағдайым да жоқ. Бірақ сіздердің қыздарыңыздың аяғы ауырлап қалыпты. Сол себепті ұлым алып қашып келді. Қыздарыңызбен барлығын ақылдасып, келісіп, жасалып отырған жағдай. Жақын арада той жасап бере алмаймын. Бірақ болашақ құдаларымды шақырып, құдалық жасаймын. Деп едім, тәтесі үндемей қалды. Сөйтіп шыға салып келінге ұрысты. Санасыз екенсің. Сені атанан осылай тәрбиелеп па еді? Олар анда сені оқып жүр деп, барын саған салып бүкіл жағдайыңды жасап отырған жоқ па? Масқара қылдың, деп ұрысты. Жанындағы бірге еріп келген келіннің әпкесіне де, сен не істеп жүрсің сіңіліне қарамай? Үлкенсің ғой? Деп біразға дейін ашуын баса алмай, ақырында ата-анасына не айтамыз? Деп уайымдап кетті. Кейін қайнапкелерім, туыс апамыз тәтесін жұбатып қонақ бөлмеге апарып отырғызды. Содан қуғыншыларды жақсылап күтіп шығарып салды. Іштей өзіме риза болдым. Келіннің аяғы ауыр болып қалғаны маған да жақсы болды. Көп шығыннан құтылып қалдық. Ертесінде беташар жасадық. Енді 2 келінім болды. Кіші келінім бір үйдің 2-ші баласы екен. Қаладағы әпкесі өзі, сосын 2 інісі бар екен. Беташардан соң үлкен келін екеуі үй жинап ыдыс аяқ жуып үй тіршілігіне кірісіп кетті. Кіші келін тірлігі ылдым-жылдым. Жүрісі ширақ, жүзіне тіке қарайды, еш иемденбейді. Үлкен келініммен тез тіл табысып кетті. Ал үлкен келінім қимылы баяу болса да, бәрін тыңғылықты тап-тұйнақтай етіп істейді. Ешқашан бетіме тік қарап сөйлеген емес. Мен араласпаған туыстармен жақсы қарым-қатынас құра білді. Көршілермен де араласып жүретін. Біреусі ауырып қалып көмек сұрап келсе, жоқ демейтін. Барып қарасып, дәрі егіп, система салып жіберетін. Мұнысын бүкіл ауыл біліп, сыйлайтын болды. Өз туыстарымен де ұлым екеуі жақсы араласып жүрді. Бұларды той-томалағынан қалдырмай шақыратын. Бұлар да сыйлықтарын алып, шақырған жерінен қалмай барып келетін. Қайнапкелерім де осы үлкен келінімді мақтап, тәуір көріп, жақын тартып тұратын.
ал мені ешқашан бұлай жақын тартқан емес, тіпті дұрыстап сөйлеспейтін де. Мен кейде баламды қызғанатынмын, қайын жұртына жақын болып кетеді ме деп ойлайтынмын. Бірақ балам да қайын жұртын тәуір көретін. Келіннің ата-анасын мама, папа дегенде ішім күйіп жүретін. Кейде үлкен ұлымның бар назарын өзіме аудару үшін өтірік ауырып қалатынмын. Ол болса жаны қалмай, айтқанымның барлығын істеп, жанымнан шықпай қалатын. Қайын жұртына да көп жібермеуге тырысатынмын. Ал кіші ұлым болса өзін көбірек ойлайтын, эгоисттеу еді. Үлкенім сияқты маған жаны аши бермейтін. Бірақ келіншегі дегенде басқаша еді. Соның бар жағдайын жасайтын. Жеріксің ғой деп аузынан шыққанның барлығын алып беретін. Осыға 2 келінді болып тұрып жаттық. Немерелерім өсіп, ұлдарым мен шалым жұмыста. Мен келіндеріммен үйде. 2 келін бірге үй тіршілігін жасайды. Үлкенім кішісіне бәрін үйретіп, екеуі тату болып жүрді. Кішісі оқуына барып келіп оқып жүрді. Сол кезде мен екеуі бірігіп мені жамандайды ма деп ойлайтынмын. Екеуі тату болса, менің сөзім өтпей қалады ма деп ойлап, бірі жоқта бірін жамандайтынмын. Кіші келіннің алдында үлкен келінді болмашыға тырнақ астынан кіріздеп, жер жебіріне жетіп, абыройын түсіргім келіп ұрсатынмын. Өзімді керемет, қатал ине етіп көрсеткім келді. Кішісі де менен қорқып жүрсін деп ойлайтынмын. Мұндайда үлкен келінім сол баяғыдай үндемейтін, көзі мөлтілдеп, тіршілігін жасап жүре беретін. Ал кішісі көзі бақырайып маған қарап қалатын. Бір күні кіші келінге құдалық жасайтын болып, келіндер үй ақтап жиыстыра бастады. Сол кезде сөредегі менің анам берген қызыл оюы бар чайный сервисімді сөренің үстінен құлатып, сындырып алыпты. Бұл анамның сыйлығы еді. Мен үшін қымбат болатын. Қайсы сындырғанын білмеймін. Мен дереу үлкен келінге ұрыса жөнелдім. Қатты ашуланып, қолымдағы чайникпен келіннің басынан нұқып жіберіп едім. Ол бұрыла қалған екен. Чайниктің сынған жері шекесін сырып кетті. Қан сау ете қалды. Қанды көріп шошып кеттім. Кіші келін жүгіріп барып перегез йод алып келіп, үлкен келіннің шекесіне мақтамен жағып жатыр. Осылай әбігер болып жатқанымызда үлкен балам кіріп келді. Мұндай уақытта келе қоймайтын, мен сасып қалдым. Балам түк түсінбей қолындағы пакетін лақтыра салып, келіншегінің қасына жүгіріп барды. Не болды деп сұрап жатыр. Бір кезде қан тоқтады. Кішкентай қан тамыры жарылып кетіпті. Мен не дерімді білмей отырмын. Сол жолға артықтау кеткенімді білемін. Келінім үндемей тұрды да, болды, шыдамым бітті деп көзім мөлтілдеп бөлмесіне жүгіре кіріп кетті. Балам антан болып маған қарап, мама, не болды деп сұрады. Мен сөредегі чайник сынып, соның сырығы шекесін сырып кетті деппін сасқанымнан. Сол кезде кіші келін тұрып, аға, абысынымның еш жазығы жоқ. Чайникті мен байқаусызда түсіріп алдым. Мамам сол үшін абысынға ұрысып, чайникпен басынан ұрамын деп, сырығымен шекесін сырып жіберді. Негізі мамам үнемі болмайтын жерден ұрыс шығарып, абысыныма тисе береді. Келгелі байқап жүрмін, деді. Кіші келіннен мұндайды күтпеп едім. Ұлым ашулы көзбен маған бір қарады да бөлмесіне кіріп кетті. Мен ашуланып кіші келінге ұрса жөнелдім. Неге олай айтасың десем, келінім маған тік қарап тұрып, мен көргенімді, бар шындықты айттым. Мен келгенде сіз де менің тәтеме бар шындықты айттыңыз ғой? Бар жағдайыңызды айттыңыз. Мен де сол секілді бар жағдайды айттым деп еш саспай дәрілерін жиып кетіп қалды. Мен шок болып тұрған жерімде сосиып тұрдым да қалдым. Жалғасы бар.